Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып жібермейсіздер ме? Комментарий жазып. Франция билігі Мұхтарды саяси босқын мәртебесінен айырыпты. Біз Франциядағы мына сұмырайдың нағыз алаяқ екендігін, орыстың ит екендігін баяғыдан айттық. Анау Украин соғысы басталғанда мына сұмырай қайта Украинға беріл, Путиннің талабына көн, Қырымды мойында, Луганскы, Донецкіні мойында деп бұл Зеленскийге айта бастады. Франция сол Путиннің тапсырмасын орындап тұр. Бұл Тоқаевтың еңбегі емес, бұл Путиннің еңбегі. Қалың елім, қазағым, сендердің қазіргі әміршілерің Тоқаев емес, сендердің қазіргі әміршілерің Путин. Қазақстан деген тәуелсіз ел емес, Қазақстан Ресейдің бір губерниясы ғана. Ал қазіргі Тоқаевтың бар болғаны өзіне саяси ұпай жинау. Ал ол неге Әблязовтан сонша қорқып отыр? Себебі Әблязов Назарбаевтың қылмысын әлемге әшкерелеген, қазақ жерінен шыққан бірінші оппозиция.